Мен жаман шаршап кеттім. Так, демалып алайыншы. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін мен Флексия, қалайсыңдар достар, менің жаңа видеома қош келдіңдер. Так достар, видеоның басында көргендерімдей мен достар енді жүгіріп жүрмін, яғни күнде спорт деген сияқты. Үйде осы тұрғанда уже 5 рет айналып келдім осы ауылды. Мен жаман шаршап кеттім. Так, мына лаваны алып тастайыншы, әйтпесе дейін жаман FPS түсіріп жатыр мынау. Так, лава. Так, осылай и все болды, енді лава жоқ дейсің ғой. Так, қазір мен енді үйге барып огородымды істеп қайтайын. Қазір так не жаңалық болып жатыр. Так, бүгін түкке ештеме жоқ қой. Так, окей, дым жоқ дейсің ғой. Так, мотыгамызды алып аламыз. Достар, дауысым біртүрлі шығып тұрса ренжімеңдер, енді сондай азаннан бері дауысым осындай болып кетті, не екен білмеймін. Так, осы барлығын алып тастайтын боламыз. Так, достар, давайте каналға жазылып лайк басып отырайық, және осы видеоны достар соңына дейін көрейік. Достар, өтініш соңына дейін көрейік. Достар, алдыңғы видео енді нормаль жақсы просмотр жинапты. Енді достар, бұл видеоны одан да асырып жинайық достар. Менің бүкіл видеом бір 2000-3000 просмотр жинайды. Давайте достар, бір 10 000, 20 000 просмотрға дейін апарып тастайық. Енді бұл енді оңай деп айта алмаймын, бірақ сонда достар, сондай маған қатты қажет. Және достар, видеоны соңына дейін көрейік. Өйткені ол достар мен үшін өте маңызды. Достар, енді видеоны көп просмотр болған сайын достар, мен видео шығаруға деген мотивациям көп болады. Сондықтан достар, бәріміз каналға жазылып лайк басып, және соңына дейін көреміз видеолардың бәрін. Сосын достарыңа да таратып кетейік. Так, осылай. Все. Так, достар, неге подписчиктер тақтасы жоқ дейсін болсаңдар, достар, мен ол ауылды яғни удалить етіп алған болатын енді. Яғни өшіріп алдым. Енді достар, ол басынан істейтін боламын. Мен енді подписчиктер тақтасын енді келесі видеоларда болып қалатын шығар. Барлықтарың давайте комментарий жазып кетейік. Енді достар, ол үлкен қылып жасайтын боламын подписчиктер тақтасын. Сондықтан достар, бәріміз қатысайық. Огородты болып тастадым. Так, осылай. Енді осылай мотыгамызды қоямыз да. Так, достар, бүгін бізде дейтін қандай деп ойласаңыздар, бүгін мен достар, яғни үйге ремонт істейтін боламын. Ремонт дегенде, яғни мына полды ауыстыратын боламын, яғни булыжникті мен ағашқа ауыстырамын, өйткені қыс келе жатыр деген сияқты. Күн әйтпесе салқын болып кетеді достар. Так, мына сундуктардың бәрін алып тастаймын, және де достар, мына есікті алып тастайтын боламыз. Все, болды. Енді біз мынаны мәшітке қарай енді орналасатын боламыз. Так, осылайынан енді дәл үйде тұрған сияқты қоятын боламыз, себебі бүкіл заттарым мен солай тұрғасын енді не деп кеттім, короче, қалай тұр солай қоямыз үйдегілей. Достар, менің видеоларым сендерге ұнай ма, бәрін комментарияға жазып кетейік. Так, осылай мотыгамызды так салып қоямыз. И достар, қалғандары вроде бізге керек болады. Так, осындай 25 тамақ қалдырамыз. Енді кеттік. Так, достар, енді мен қазір мердің үйіне барып қайтатын боламын, себебі мен өзіме енді ағаш алып келуім керек енді полды ауыстыру үшін. Сондықтан достар, мен мердің үйіне барып заттар алып келетін боламын. Так, есікті ашыңдар деймін. Так, все, рахмет саған мер. Так, достар, осылайша мен короче березовый доска деймін сондай. Так, бұл үшін кім қойып кеткен? Так, мынаны біз енді мынашқа қоя салайық. Так, біз достар осылайша 64 березовый доска дейтін алып келген болатынбыз. Енді достар, бұл өте керемет. Так, бұл жерден бастамай-ақ қойын достар. Осы жерден бастайын, себебі достар, ана жерінде кіреберіс болғандықтан мен қазір енді достар үйдің ішінен бастайтын болам. Себебі достар, сол маған ыңғайлы. Так, мына яқтың бәрін осылай алып шығатын боламыз достар, булыжниктердің бәрін. Так. И все, осылайынан достар бәрін қойып шығамыз. Так. И енді достар, мына жерді алатын боламыз. Так, осылай. Все, болды. Так, достар, енді қазір мынанды алып тастайыншы, вообще керек жоқ қой бізге. Так, осылай қоямыз. Все. Енді мына жердегі булыжниктер бәрін алып тастайтын боламыз. Так, достар, сендер көрдіңдер ма? Мынау не тағы да? Ё-майо. Так, мен бұны бәрін қасып тастайын достар қазір. Тұрыңдар. Так, осылай бүкіл булыжнигін алып тастайтын боламыз. Бетінде дейтін вообще. Чего, достар, мынау сундуктар не? Сундуктар достар, менің үйімде қайдан жүр бұлар вообще? Так, мыналарды осылай осылайынан қоямыз ба? Так, бұлай қоймай қойшы, мен не істеп жүрмін вообще, қудыртып аттым ғой. Так, осы екі булыжникті қояйық одан. Так, достар, сендер түсініп тұрсыңдар ма? Менің үйімнің астында прикинь сундуктар жатыр. Бұны кім қойып кеткенін білмеймін, бірақ бұл достар өте маған қызық болып тұр. Сендерге қалай қызық па? Так, давайте достар, қазір мен онда мына сундуктардың бәрін ашып көрейін. Ішінен енді маған керек заттар шығады деген ойдамын.
Так, осылай бәрін қарайтын боламыз. Так, не бар? Ё-майо, мына жақта достар, яғни жаңа жылға арналған заттар. Так, бұның бәрін қазір алып көретін боламыз. Яғни бұл мен не істейміз деген сияқты. Так, бұны енді қаяққа қоямыз? Давайте мына огородтың қасына қоя салайын мен. Түп-түзу қоямыз. Все. Мә, достар. Үлкен достар. Мә, елка ғана емес пе, я? Так, осының қасына достар подаркаларды қойып қоятын боламыз. Так. Қазір мынаны қойып жіберейін. Так, достар, мынаны мен енді үйіме, мына жеріме қояйын, яғни есік тұратын жерге. Так, все болды. Дәл қойғансың, ровно, не дейді? Так, все, достар, мә, көріпсіңдер ма, достар, әдемі ғой мынау. Так. Енді, достар, мынаны біз енді мына жерге қоя салайық. Осылай. Яғни, достар, қастарында тағы бір ойыншықтар бар екен. Осының бәрін қойып қоятын боламыз. Яғни, аяста істейтін ғой, әубе. Келетін ғой сомен, я? Достар, енді қазір енді жаңа жыл әлі болған жоқ, яғни күз қазір, бірақ сонда да достар, мен үйімнің астына осындай заттарды тауып алдым. Яғни мен достар алдыңғы видеоларымды көргендер болса, мен достар мына үйді сатып алған болатым, яғни мына кузницаны. Енді біреу енді мына жерге оны жасырып қойған болып тұр ғой, я? Так, достар, енді басқа да сундуктар бар, соның бәрін ашатын боламыз. Так. Ё-майо, изумруд. Так, чего? Так, достар, изумрудный броня, яғни бұл достар Майнкрафтта жоқ броня, яғни Майнкрафтта жоқ, бірақ бұл мынаяқта тұр. Чего, достар? Майнкрафтта сендер білетіндер тек қана изумруд рудамен, яғни сосын изумруд блок қана бар. Ал арты алды бәрі әдемі. Ал бірақ меч дейтіндер жоқ еді, достар. Мынаяқта дейтін бәрі бар екен, достар. Сонда мынау дейтін Майнкрафтта жоқ заттарды мына үйінің астында тұр, достар, прикинь. Так, мына жетілдер не сатады екен, так. Чего-ны, достар, бәрі қымбат қоналарда. Так, мына жетілдер не істейді екен? Үш ақ изумруд дейма, қазір достар алып алатын боламыз. Ана жетілдерін қарағанда енді арзан екен, иә? Так, осылай алып аламыз да. Так, достар, мына ұрып көрейінші. Так, осылай, и все. Так, достар, сонда бұның, мынау достар менің білуімше, яғни бұл алмазный меч дегендерден қарағанда мықтырақ, себебі мен жаңа көргенде достар алмазный мечте 7 урон болады, ал мынада 8 урон, яғни 1 урон алмазный мечтен қарағанда көбірек болады екен, достар. Бұл дейтін достар енді өте керемет. Так, мирная дейтін қоямыз, яғни зомби шықпас үшін деген сияқты. Так, мына қойшы. Так, и бірақ урон, мә. Біз дейтін достар алмазный мечпен ең мықты, яғни мечпен ұрғанда 2 ұратын боламыз, ал мына изумрудный мечпен бірақ ұрат екенбіз, достар, яғни бұл алмазный мечтен қарағанда мықтырақ деген сөз. Мынаның достар бәрі өте керемет істелген, яғни көріп тұрған шығарсыңдар, я? Бәрі өте керемет тез істеп жатыр, яғни. Себебі достар бұл не деп айтады, так. Не дейтінді ұмытып қалдым ғой. Яғни бұл мықтырақ дей салайыншы, я? Бәрін тез істейді, мынау дейтін мықты екен, достар. Енді біз енді железный броня дейтіндерді лақтыратын шығармыз, я? Енді чисто осымен қолданатын шығармын, достар, мен. Себебі достар мынау маған қатты ұнап қалды.
все болдым. Ал достар, сендермен болған мен Флекси. Достар, енді сендерге видео ұнады деген ойдамын. Сендермен болған мен Флекси.